Barchaga salom do'stlar, sizlarмен sport жаңалыктары. Videoni bostamас burun arnaga tirkelib, videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Janibek Alimxanұлы чемпион болгандан keyin ne o'zgarganini aytdi. Orta salmoqda WBO chempioni Janibek Alimxanұлы кезекті рет аты шыққан боксшыларға қарата үндеу жасады деп хабарлайды. Чемпион болғаннан кейін титулын жоқтарды бары сенімен айқасқысы келеді. Ал чемпиондар жұдырықтасқысы келмейді. Чемпион тек чемпионмен жекпе-жек өткізгісі келеді. Чемпиондар, қайдасындар, маған аты шықпаған және чемпион емес боксшылар қызық емес, деп жазыпты Жанибек Twitter желісінде. Өзбек қатысқан бокс кешені басты айқасы сұмдық нокаутпен бітті. 25 жастағы америкалық боксшы Алексис Роча 37 жастағы ганалық Джордж Ашиді нокаутқа түсірді деп хабарлайды. Бұл индивидуалдағы Калифорния ақш бокс кешені басты айқасы болды. Алимханұлыны жеңген өзбек қарсыласын бір соққымен құлатты. Кездесу басынан ақ америкалықтың басылымдығы көрінді. Мұндай кезде қарсыластың командасы жекпе-жекті жалғастырудан бас тарту керек еді. Алайда ондай болмады. Ал 7-ші раундта Роча ганалықтың ауыр нокаутқа түсірді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.